Жаңа оқу жылынан бастап 5-ші және 7-ші сынып оқушылары үшін дәстүрлі 5-тік, 4-тік немесе 3-тік бағалар қойылмайды. Аталған сынып оқушылары 1-ші қыркүйектен жаңартылған білім беру бағдарламасымен оқиды. Бұл туралы бүгін Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен аймақтық таңымыз конференциясында айтылды. Өткен жылы 1-ші 2-ші сыныпқа енгізілген білім берудің жаңа мазмұны биылда өзге сыныптарда апробациядан өтеді. Зияткерлік мектептердің тәжірибесінде қолданылатын кіріктірілген білім беру жүйесінің озық үлгілері аймақтық тамыз кеңесіне қатысқан 600-ден астам пән мұғалімдеріне жан-жақты таныстырылды. Оқытудың жаңа стандарты білім алушы балаға қандай мүмкіндіктер береді? Оқушының өз бетімен білім алу үшін мұғалім қандай әрекеттер атқаруы тиіс? Бұл сұрақтарға іс жүзінде тәжірибе бөліскен Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдері 16 пәндік секция бойынша шеберлік сыныптарын өткізді. Орта мектеп мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетіп, олардың сұрақтарына жауап берген зияткерлік мектеп мұғалімдері алдағы уақытта да әріптестеріне қолдау көрсететінін жеткізді. Биылғы жылы республика бойынша 2-ші сыныптар, 5-ші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұнына көшті. Осыған байланысты жаз айларында мұғалімдеріміз арнайы курстардан өтті. Бүгінгі күні осы секциялық мәселелерде мұғалімдермен жаңартылған мазмұн бойынша тағы да бір мәрте бағдарламаның ерекшелігін талқылап, ұсыныстар пікірлерін ескеріп, өзара тәжірибе алмасу өткізіліп отыр. Осы семинар шеңберінде ұстаздар нақты 5-ші, 7-ші класстардағы түрлі пәндер бойынша 17 пәннің аясында қазір шебер класстарда көйді. Оның негізгі мазмұны оқыту сабақтарын ұйымдастыру, сонымен қатар бағалаудың жаңа критериалдық моделін ендіру бойынша арнайы әдістемені игеру. С нового учебного года в 5 и 7 классах ученикам не будут ставить традиционные оценки 5, 4 и 3. Учащиеся данных классов теперь будут учиться по обновленной образовательной программе. Об этом было сказано на региональной августовской конференции педагогических работников области. Внедренная в прошлом году апробация в начальных классах продолжается и в старших. Какие перемены ждут школьников в обновленной программе? Особенности преподавания и оценивания сегодня были разъяснены на конференции. После завершения заседания учителями интеллектуальной школы были продемонстрированы ряд мастер-классов по 16 предметным секциям. Учителя общеобразовательных школ получили методическую помощь. Они на практике получили знания об особенностях обновленного содержания образования. Напомню, что за 3 года по Атырауской области на курсах повышения квалификации по обновленному содержанию образования подготовлено 43 тренера. Из них 25 из числа сотрудников системы повышения квалификации Центра педагогического мастерства ИУРЛЕУ. Задача сегодняшнего семинара – закрепить те полученные знания в рамках курса повышения квалификации через формат мастер-классов. Показ будет реальных уроков в 5-7 классах по 17 учебным предметам, а также будут представлены различные подходы оценивания, критериального оценивания, которые сейчас внедряются в условиях обновленного содержания образования.